Таң асып кетті ма? Сағатқа жоқ. 11:30. Мә, сағат қапты. Күн түсіп бетім алып кетті. Ой, құрсын, киімімді алып жуынып алайын. Киініп алдым, енді Ақботаны оятайын бар. Ақбота. Не болды? Тұрса сағат уже 12 болып жатыр ғой. Қанша? 12. Бүгін суббота емес пе? Қош, бүгін не әселер үйге шақырып жатыр ғой. Қош. Давай, кеттік. Жуынып алайын күт. Біраз жуынып Сен шықпайсың ба, киімді ауыстырасың? Сен жуынғаннан жақсы, сен барып жуынып ал, мен өз комнатамда боламын. Қысқа болды ма? Болдым. Қалай болып тұрмын? Күшті, мен сақсыз алсың ғой. Күшті, бері алып бармайын ба? Күшті. Ана сезін, әселдер уже алды жатыр, келіндер деп айқайлап жатыр құшысын. Әсел ма? Әсел мен үкімет, ажар. Жақсы, жүр, кеттік енді. Сағат 1 болды саған. Кеттік, жүр. Қалайсыңдар? Келіп қалдық. Қалайсыңдар? Қалайсың, Әсел ажар? Қалайсыңдар? Сендер көрмелі көп болыпты ғой. Қолдарынан бургер жасағансыңдар ма? Пысық дейін біздің қыздар. Қой, жоқ, сатып алдық. Ой, бәсем. Нені еш шықтыр, донер абаяны еш шықтыр. Қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Не үшін шақырыңдар? Жиып алайық, күтіңдер. Құмаш, фотоға тұрып, сториске салып, абай донерді белгілеп қоймаймыз ба? Мұны осындай қылдар бітпейді. Асықпа, фотоға түсіріп алсын. Бургер мен торт қалай кетті? Жаман кетті ғой. Кімнің идеясы бургер мен торт деген? Короче, сендер Әселдің туған күніне келдіңдер ғой, содан қақпа торт қой. Кімет алып келді ғой, сезіммен. Туған күніне 1 апта болды ғой, болғанда әлі жүрмем торт. Қысқалар. Дестатека. Жақсы қой, фотоға түсіріп ал. Давай. Тойып қалғансың ғой, бір бургерге болғансың. Айтпаш, Қыздар ашпыз ба өзі? Рахметті, үйден тамақ ішпей шығып барадық. 12-де тұрып бургер ауыр кетті ғой, таңғы асқа. Айтпасаңдар ренжімеңдер, кесін неге? Давай кешке бір жаққа анау гулейттап келейік. Мен біздің үйде тұра тұрында кешке дейін. Енді киім ауыстырып баратын шығармыз. Кафеге отырайық та. Соға біз спортивный киім киіп алдық. Аяқта жігіттер болады деген. Классикалық киім ғой. Давай кешке шықпадық па кафеге? Дерзкі кафе бар, мен ойымша. Кім бар, қалай аты құрсын, атын айт жерінде білмеймін. Қалай? Гүлден деген кафе. Гүлден. Күшті сол кафе. Давай барып көрейік. Мен білетіп барғанмын ана кімнің туған күніне. Сезімнің туған күніне барғанмын. Қалай екен үшеу? Қымбат, бірақ тамақ стоит бағаларым. Қымбат па, стоит па? Стоит, бірақ бағалары қымбат. Не қылдың өзі? Давай, вообще, ертеңге дейін хабар бар. Соны 2 сағат отырдық қой, давайте. Ал давай, қыздар, кешке кездескенше, давай деп айтпай қояйық, қайдан білесіңдер. Давай, пока. Кешіріңдер. Давайте. Алтыда жиналамын. Қызсың ма? Қалайсыңдар? Мен жаңа тәңертең көрістік қой. Қалайсыңдар? Неше сағат болды? 3 сағат болды ма, көрмейміз, сам қапсың. Тапсырып беріп қойдық шыдамай. Не жейсіңдер, қыздар, айтыңдар. Дастарханда тұрғанда жей бересің ғой енді. Не, пирожный жейсіңдер ма, не жейсіңдер, балық, не бәрі бар. Жоқ. Давай жек. Жеңдер. Десерттен жеңдер ма?
Менің бәрін пісірген тәтті ғой. Мынау не қылады? Кайф екен. Галочный ұнады. Қарбыз. Қыста қарбыз дейсің. Қайдағы қыз? Қазір көзі жазылып тұр ғой дала. Болды менді. Көреген де кошелегіміз анша теңге алды екен. Карточка ғана бар да. Османды випте фотоға түсе алайыншы. Так, шаршап кеттім ба? Накиме ұйықтай алайыншы. Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоны олса лайк басып қолдап кетейік. Комментарийға обязательно жазуды ұмытпаңыз. Я, достар, Ақботаның сөзіне қосыламыз. Біздің видеоролик ұнады ма? Егер ұнаса, комментке жазып пікір қалдырып, лайк басып сөздеріңізді ұсынамын. Екінші серия шыққанша күтіңіз. Всем сау болыңыздар.